Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Біз Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-Ж сынып оқушылары Өркен ауылының жайлау қожалығына 2 апта ауылда тәжірибесін өтуге сыныбымызбен келіп отырмыз. Жаңа ғана автобустан түсіп, менің сыныптастарым демалып жатыр. Бұл жерде біз өзімізге керек заттарды алып, қожалықпен көмектеспекшіміз. Ал енді менің сыныптастарыма қарай барып, ауылға бірінші рет келіп тұрған сыныптастарымнан олардың ойлары туралы сұрайық. Сәлем, Айман. Сәлем, Айкүркем. Сен ауылға бірінші рет келіп тұрсың ба? Сен айтқандай, бұл менің ауылға деген алғашқы сапарым, және әзірге менің үміттерім, күтілерім ақталып жатыр. Және мен алдағы 4 күнде не істейтінімізді асыға күттігдемін. Жайлау шаруа қожалығы 2013 жылы құрылған. Біздің жанұялық бизнесіміз бұл деген 4 түлік мал және жаңа теплица, көкөніс отырғызамыз. Шаруашылықта 4 адам жұмыс жасайды. 4 адам жұмыспен қамтылып отыр бүгінгі таңда. Жаңағы мал азығын дайындауға, әрі мал бағуға сондай адамдар жұмыспен қамтылып отырмыз. Қайырлы күн көрермендер, бүгін біздер Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-Ж сыныбы. Назарбаев зияткерлік мектептерінде жыл сайын дәстүрлі түрде мектеп оқушылары өтуі тиіс. 2 апта ауылда әлеуметтік тәжірибесін өтуге келдік. Бүгін осы Бәйтерек ауданының Өркен ауылында орналасқан жайлау шаруа қожалығында балалармен бірге күндіз келіп орналасып, бұл тәжірибені айтар болсам, яғни 2 апта ауылда тәжірибесі Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары өтуі тиіс тәжірибелердің бірі. Бұл тәжірибенің негізгі мақсаты қала балаларының ауыл өмірімен танысу, ауылға барып 2 апта ауылда ата-әжелеріне, ата-аналарына көмектесіп, осы ауылдың өмірімен, тыныс-тіршілігімен танысып, сол ауылдың тарихымен танысып, шағын зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Және сол тәжірибенің соңында балалар эссе, рефлексивті күнделік таныстырылым деген секілді есептерін жазады. Бұл тәжірибенің балаларға беретін тәрбиесі өте зор. Яғни балалар ауыл балаларымен араласып, ауыл өмірімен танысып, ауылдың тұрмыс-тіршілігімен етене араласып, сол жұмыстарға қатысады. Өту барысында балалар әр күнге кезекшілікке бөлініп, сонымен қатар белгіленген жоспарға сәйкес таңғы ұйқыдан оянғаннан бастап белгілі бір күн тәртібінде таңғы жаттығуларын жасап, таңғы асқа дайындалып, таңғы астарын ішіп, одан кейін осы ауыл тұрмысындағы жасалатын жұмыстарға араласып, сол жұмыстарда ауыл тұрғындарына көмектесіп, осындай үлкен қызметтер атқарады. Қалмай қарайсың.
Кайырлы күн. Біз бүгінгі бірінші күнімізді таңғы аспен және жаттығумен бастап, ол енді сенбілікпен жалғасып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар, әрі қарай қызықты болады. Ал енді біз қой қырқуға кіріскелі жатырмыз. Оны өздеріңіз бізбен тамашалай аласыздар. Райт, бұл сенің қойды ең бірінші қырқыған көргені және қырқығаның ба? Бұл менің қойды бірінші қырқығаным. Және маған өте ұнады, себебі бұл өте қызықты. Мен жалпы өмірімде осындай қойды ұстап көрмеппін. Мен ең алдымен қойды көргеніме қуаныштымын. Бұл мен үшін өте жаңа нәрсе болды. Маған қой қырқу ұнады. Бұл басында маған қиын көрінгенмен, былай үйреніп кетсең өте оңай іс екен. Бүгінгі күн мен үшін өте ерекше болды. Осы күн туралы айта кететін болсақ, жалпы мен бүгінгі кезекшілердің қатарында болдым. Мен бұрында ойлайтын кезекшілік ол өте ауыр жұмыс деп, ол өте көңілсіз, сондай қиындық кетіретін жұмыс деп ойладым. Ал бүгінгі күн менің ойымды өзгертті. Менің ойымша, осылай жұмыс істеген, ол үйдің ішінде ойын ойнағаннан көрі қызығырақ. Сондай-ақ бүгін біз әртүрлі тағамдарды істеп көрдік, жұмыс түрлерімен айналыстық. Соның ішінде қазір біз кәуап пісіріп жатырмыз. Мен өзім жалпы картоп жуумен және оны ашумен, оны фольгаға ораумен айналыстым. Мен бұрын білмейтінмін, оны фольгаға орамастан бұрын сүрту керегін. Бұл маған болашаққа көмектеседі деген ойдамын. Бүгінгі күннен өзімнің алған әсерімді айтатын болсам, жалпы маған бүгінгі күн өте қатты ұнады. Соның бірі біз Өркен ауылындағы жазғы лагерьде демалып жүрген оқушылармен танысқанымыз. Олардың маған ұнағаны, олар өте досшыл, тату қасиеттері маған өте қатты ұнады. Олар бізді бөтенсінбей бірден қарсы алып, қонақжайлығын көрсетіп, ауылдармен таныстырды. Және өздерінің қызықты бізге, өздерінің мазалаған бізге сұрақтарын қойып, біз оларға жауап беріп, күнімізді өте қызықты өткіздік. Бүгін біз жұмыс жасап болғаннан кейін кәуап жасап отырық. Кәуап пісіру маған түсті. Себебі мен өзім тамақ пісіруге жақынмын. Және де кәуапты өте дәмді пісіремін. Сыныптастарымның айтуы бойынша. Бүгін біз өте көп жұмыс жасадық. Осы біз тұрып отырған үйдің айналасын жинадық. Ол бізге қуанышқа болды. Себебі біз достармен күліп, ойнап, сөйлесіп жүрдік. Ондай мүмкіндік берген үшін рахмет. Бүгінгі күн менің ойымша өте сәтті өтті. Çiçeklerim sallanır, karağa şirin şirin.
күн мен үшін керемет өтті. Біз таңертең тұрып жаттық істеп, таңғы асымызды іштік. Содан кейін жұмысымызға кірісіп кеттік. Соның ішінде біз ағаш гүлдерді суарып, айналада сенбілік жасадық. Осы күн мен үшін атқа мінуімізбен ерекшеленді. Бұл менің алғаш рет атқа мінуім. Біз атқа дұрыс мініп отыруды үйрендік және оның ата-әжелерімен таныстық. Ең алғаш рет болғандықтан аздап қорқыныш болды. Бірақ соған қарамастан мен жақсы әсер мен пайдалы ақпарат ала алдым. Бүгінгі күн керемет басталды. Бір машинада 12 бала болып, судың жағасына бардық. Сол жерде қоқыстарды жинап, өзіміздің табиғатымызды қорғадық деген ойлаймын. Содан кейінгі жайт біздер сиыр сауға көштік. Бұл мен үшін ең қызықты жайт болып саналды. Алғашында әрине қиын болды, сосын біртіндеп үйрене бастадым. Осы сапарға деген үмітім өте жоғары болды және осы үмітім ақталды деп ойлаймын. Себебі мен бұл тәжірибеден үлкен естеліктер алдым және бұл естеліктер менің санамда мәңгілікке қалады деген үміттемін. 2 апта ауылда тәжірибесі мен үшін өте қызықты болды. Көптеген нәрселерді мен бірінші рет жасадым. Оның ең қызықтысы мен үшін қой қорқу болды. Қой қорқу техникасымен таныстық. Оны қашан қырқиды, қалай қырқиды. Және де өзіміз қырқып көрдік. Және де тәжірибе уақытында біз өз сыныптастарыммен өте жақын және тығыз қарым-қатынаста болды. Сондай тәжірибеге тағы да қатысасын десе, мен ойланбастан келісетін едім. Мен сыныптастарыма бұл жерге келгеніне өте қуаныштымын. Бұл жерде біздің тәжірибемізді өткізіп, осы 4 күнде бірге болғанымызға өте қуанышты болдым. Және мектептегі оқушыларға және жалпы оқушыларға осындай тәжірибелерге сыныппен бірге баруына кеңес беремін және осындай практикалар жыл сайын көбейе беруге үміттенемін. Осымен біздің 2 апта ауылда әлеуметтік тәжірибеміз өз мәресіне жетті. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар!